Қайырлы күн, құрметті Астана қаласы тұрғындары. Бүгінгі біздің сіздермен жүздесіп отырған тақырыбымыз атаулы әлеуметтік көмекке қандай құжаттар 3-ші тоқсанға тапсыру керек, қай жерде тапсырамыз, нақты тамыз айына дайындық, әлеуметтік педагогты шақырып отырмыз. Мектепке апарар жол бағдарлама аясында қандай категориялар бар, қандай құжаттар тапсыра алады, сол жайлы сіздерге толық ақпарат береміз. Жалпы жаңағы атаулы әлеуметтік көмек ретінде тапсырып кедейлік шектен асып кететін болса, онда жаңағындай атаулы әлеуметтік көмекке де тапсыра алмайды, және де все бычқа да тапсыра алмайды. Ол дегеніміз, мысалы, кедейлік шегі, мысалға 35.480 теңге. Егер де одан асып тұрса, бүгінгі таңда 2-ші тоқсанда да, 3-ші тоқсанда осыдан көп қосылмас, онда тапсыра алмайсыздар. АСП алатындар алады. Бізде жаңа бағдарлама білім басқармасымен, мысалы, Астана бойынша 96 мектеп бар. Сол 96 мектеппен бірге системамыз жаңағы интегрировано дейді. Бізден атаулы әлеуметтік көмек алушыларды әлеуметтік педагогтар автоматты түрде өздерінің нелерінен базаларынан көріп отырады. Біз атаулы әлеуметтік көмек көрсету кезінде есептелінетін табыс көздері ол бірінші кезекте жалақы, еңбек ақысы, оның ішіне кіреді барлық алған премияларыңыз, жалақыларыңыз, жұмыс орнына қандай да бір берілген материалдық көмектер. Екіншісі әлеуметтік төлемдер, көпбалалы ана жәрдемақысы, 1 жасқа дейінгі, уже 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақы, мүгедек бала қарауы ретінде алатын жәрдемақыңыз, жол жүргінші карточкасы болады, сол бойынша алатын жәрдемақыларыңыз есептелінеді. Есептелінбейтін доходқа саналады тек қана инвалид баланың өзінің 18 жасқа дейін алатын табысы және бір реттік бала тууы бойынша сүйінші ақша, қалғанның барлығы доходқа кіреді. Егер де сіздің табыс көзіңіз жан басына шаққан кезде 51.000 теңгеден асып кетпеген болса, ол жағдайда сіз всеобуч бойынша сертификатқа үміткер бола аласыз. Порталы арқылы жеке кабинетіңізде атаулы әлеуметтік көмекке тапсыра аласыз. Ондағы да қолыңыздағы бар құжаттарды реттеп қосып жібересіз. Егер де құжаттар толық болмаса, біз мемлекеттік мекемелерге сұраныс жібереміз. Онда жаңағыдай 30 күн қарастырылады сіздің атаулы әлеуметтік көмегіңіз. Немесе егер барлық құжат болса, 15 күн ішінде біз қарастырамыз. Мектепке барар жол бойынша айтып өтсеңіз өзіңіз толық ақпарат. Бұл енді жалпыға міндет қоры аталмыш көмек 5 категория бойынша беріледі. Ол бірінші ата-ананың қамқорлығынсыз қалған және жетім балалар. Одан кейін мүмкіндігі шектеулі балалар, әрине бұнда да көрдікке барлығы саналады. Инвалид балалар деп жатырмыз ғой. Одан кейін төтенше жағдай кезінде, мысалы, өрт болған жағдайда үйінде бір сонда қатты қиын жағдай болған кезде сол кезде де беріледі. Содан кейін жаңа аз қамтылған отбасы деп отырмыз ғой, АСП әлеуметтік көмек алатын міндетті түрде анықтаманы көрсеткен ретінде сол кезде аталмыш көмек. Ана жылы бізде 1-ші сыныптан 11-ші сынып оқушы балалары жаңағыдай отбасында бала болса, сол азаматшалар алып отырады, балалар. Бұл себепті биыл да ешқандай өзгеріс жоқ. Бір отбасыларыңызда 1-ші сыныптан 11-ші сыныпта оқитын балалар болса, әр балаға 40.000 теңгеден үкімет тарапынан көмек беріледі. Ол бөлек. Егер де сіз атаулы әлеуметтік көмек алып отырсаңыз, одан бөлек жаңағы мектепке барар жол бағдарламасында жаңағыдай әр балаға 40.000 теңгеден ана жылы көмек берілетін. Сол жайлы біз сіздерге тағы да айтып өткіміз келіп отыр. Екінші, атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішінде мектепке барар жол деп барлық ата-аналар 95 мектептің барлығы тапсырған болатын. 22 жылдың көрсеткішін қарайтын болсақ, 12.000 адам тапсырған болатын Астана қаласы бойынша ғана.
бірақ сол азаматтардың ішінде базадан тексеру барысында 2 миллион айлықтары бар, 1 миллион айлықтары бар, немесе 45 жылқысы бар азаматтар болды. Оның өзі өте қиын жұмыс. Сіздерге кішкене бір іштей расчет жасауларыңыз керек сияқты әр отбасына. Біз айтып отырмыз, бүгінгі таңда кедейлік деңгейі 51.809 теңге болса, мысалы, жолдасыңыз 1 миллион ақша табыс алатын болса, онда атаулы әлеуметтік көмек те жоқ, жаңағы мектепке апарар бағдарламасы да жоқ екенін білесіздер. Негізі атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз біздің жұмыссыз санын азайту үшін берілетін үкімет тарапынан көмек. Көп азаматтар ойлайды, егер де мен жағдайсыз болсам, көп балалы ана ретінде болсам, маған атаулы әлеуметтік көмек міндетті түрде төлену керек деген. Жоқ, олай емес. Көп балалы ана ретінде сіздерде үкімет әр балаға өзі төлеп отыр. 50 мыңдай сіздер ақша аласыздар, иә? Егер де сіз жаңағындай толық отбасы болмасаңыздар, мысалы, онда да алимент алып отырсыздар деген сияқты. Немесе мамасы, анасы, немесе әкесі қайтыс болса, үкіметтен көмек беріледі. Ал атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз, бұл жерде отбасыларыңызда жұмыссыз адамдар болса, сонда ғана көмек беріледі. Жұмысқа тұрып кеткен дейінгі көмек. Жұмысқа тұрып кеткен өзінде де сіздерде жаңағындай кедейлік шегінен аспай тұрса, оған дейін көмек беріледі. Және де бізде атаулы әлеуметтік көмекке тіркеуге, мысалы, жұмыссыз ретінде тіркелесіздер, екінші тарап тіркелгеннен кейін оған дейін сіздер жұмыс істесеңіздер, соңғы 2 жылдық айлық көрсеткішлеріңіз болса, 6 айға сізге жұмыссыз ретінде жаңағындай үкімет тарапынан қосымша көмек беріледі, атаулы әлеуметтік көмек тағы да беріледі, және де сіздер жұмыссыз ретінде тіркеліп грантқа ұсыныс бере аласыздар, жеке кәсібіңізді ашу үшін курстарға оқуға, басқа мамандыққа тапсыра аласыздар. Бұл жерде стипендиясы 70 мың теңге, қысқартылған курстар оқи аласыздар, және де сол жерде курс біткеннен кейін міндетті түрде 1 жыл жұмыс атқару қажетсіздер. Грант жайлы айтатын болсақ, нақты жаңағындай 400 МРП көлемінде үкімет тарапынан сіздерге ақша бөлінеді. Ол ақшаны сіздер қайтармайсыздар, жаңағындай чектарыңызды бәрін көрсетесіздер.